кеш, құрметті достар, құрметті біздің оқырмандар, подписчиктар. Бүгін сіздерге 3D эффект қалай істелетінін көрсетемін. Қалай болғанда өте оңай. Көрдім, сіздерге көрсеткім келді. Ал кеттік. Ол үшін біз мына видеоны 3-ке көшірмесін үстіге қоямыз. Alt клавишасын басып үстіге, екіншісіне ашамыз құлыпты. И тағысыне. Міне. Осылай үстіге көтереміз. Көтергеннен кейін бұл жерде бізге керек жерін қиып аламыз. Қараңыз. Айталық, мына жерден қиып аламыз. Үш бөлігін бұлай бөліп аламыз. Бізге керек деген бөлгенде C клавишасын басамызда, ол бізде қайда қайша? Мына қайша осы C клавиша обрезка. Енді бізге қызықты үшін екі жерден қиып алайық, сосын бізге нәтижесін көреміз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Отас қалмайды. Мәні. Енді біз нәтижеде осы үшеумен жұмыс істейміз. Оны қалай? Эффекті вкладкасына кіреміз. Видео эффекты. Канал арифметический. Бүкілін өзінің қойып шығамыз. Немесе екінші тәсілімнен алды арифметический қойдық. Енді қызық басталады. Осы жерден біз эффекті кіреміз. Эффектідан максимальный біріншісіне. Так. 255. Значение красного непрозрачность. Обычно линейное осветление. Линейное осветление қоямыз. Тура солай мына басқалардан қойып өтеміз. Екіншісіне біз тура солай линейное осветление. Значение зеленого 255. Максимальный. Үшіншісіне келгенде. Так. 255. Максимальный. Непрозрачность. Обычный. Өшеде обычный болады. Тура осымызды мына жерге қайталаймыз. Бағана көрсеткендей біріншісіне максимальный. Красный. Мені көресіздер қазір. Непрозрачность. Линейное осветление. Екіншісіне так. Непрозрачность. Линейное осветление. Так, максимальный. И 270. Үшіншісіне обычный. Максимальный. 270. Енді осыны біз 3D эффект қалай қыламыз? Осы жерде сиқыр басталады қазір. Движение. Кейбір ағылшын нұсқаларында бұл motion деп бізде движение. Біз мына көрсеткішті оңға жыртамыз. О, сиқыр, магия. Екіншісіне келеміз де, бұны сол жаққа қозғалтамыз.
әдемі. Екісін де сонда соң қолданамыз. Енді әркім өзінің қиялына қарай кішкене бауыр қылсамыз. Ал енді нәтижесін көрейік. Әдемі. Қолданыңыздар. Қолданыңыздар.